Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен енді блог түсіретін болдым. Бүгін біз Астанаға көшіп келгенбіз. Соны үйді көрсетейін деп сіздерге рум-тур түсіріп жатырмын. Менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мына прихожкадан бастайын. Мына жерде бізде айна болған, ол айнаны алып тастадық. Мына жерге прихожка заказ берем деп қойдым. Мына жерде пока картошка, жуа, балалардың аяқ киімдері. Енді кеттік. Мына жақта кірген бетте бізде сол жақта зал. Келіп интернет орнаттық сразу. Мына жерде мінекей бізде 6-шы этаж, әдемі. Далада балалар ойнап жүр. Есік алды кең, әдемі. Осындай. Папамыз бен балалар далада жүр. Мен үй жинап сіздерге рум-тур түсіріп тастамақшымын. Осындай әдемі штор алғам. Андай. Үйіміздің сәнін келтіріпті. Мына жерде көрпелер тұр. Біздің балалар кроваттары болса да осы жаққа залға жатады. Біздің зал осындай. Жаңа үй жинап қойдым. Енді кеттік. Балалар бөлмесін көрсетейін. Балалар бөлмесінде шторға заказ беріп қойғам. Келеді жақын арада. Осындай үш кроваттары бар балалардың. Мінекей өздерінің шкафтары бар. Мына жерде бокс тасып ұратын несі. Не деп айтатын еді? Атын ұмытып қалдым ғой. Мына жерде шкафтары. Балалар осы бөлмелеріне жатпай залға жатып жүр. Сабаққа дайындалып жатырмыз. Дәптер кітаптарымыз. Мына жерде балалардың турниктары. Турникке киім іліп қояды. Осылай турникке тартылады. Кешке жақын бокс тасып дайындалады. Мына жерде қызымның партасы тұр. Енді сіздерге біз бөлмені көрсетейін. Біздің бөлме. Терезені қараңғылық қойғам қағаздармен. Осындай әдемі розовый штор алды бөлмеге. Далада жаңбыр жауып жатыр тағы да. Бір жеті бұл жаңбыр. Осындай. Неке менің армандар картам. Далада жаңбыр болып жатыр. Осындай әдемі неке біздің бөлмеміз. Мына жерде бізде орта холл дейміз. Осылай бір қапшық ұн алып қоям. Менен үнемі пирогтар, пирожкилар, балаларға кекс пісірем. Сондықтан маған 10 келі ұн жетпейді. Бізде осындай кіреберіс неке орта. Мына жерде балаларымның фотоларын қойып қойдым. Осылай неке мына жерде бізде кіреберіс. Үйіміз сіздерге қалай ұнап жатыр ма? Астанадағы үйіміз. Аллаға шүкір, әйтеуір өз үйіміз бар. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді ас үйден бастайын. Бізге кіріп келгенде алдымызда ас үй. Мына жерде кухонный гарнитур болған. Мен сатып жібердім. Ескісі болған. Өзіме жаңасына заказ беремін деп орын босатып қойдым. Пока осылай тамақ істеп жатырмын. Бүкіл аяқтарым жерде жатыр. Осындай плита алдым. Әдемі. Кухняда осындай балкон. Детскийда балкон. Неке осы жерде біз тамақ ішеміз. Мына жерге әдемі кухонный столға заказ беремін деп ойлаймын.